Жаратқанның кемелдігі кітапта, таланттардың тереңдігі кітапта. Жер ананың мұңналасы кітапта, жаралғанның жылнамасы кітапта. Тілдің сұлу қазынасы кітапта, рухының азығасы кітапта дейді қазақтың аяулы ақыны Күләш Ахметова. Расында, бар ғылымның мәйегі, тағдырының дәйегі болған кітапта адамзаттың барлық құндылықтары сақтаулы. Ал сол құндылықтарды танимын десең, кітап ашып оқы. Биылғы жылы өздеріңіз білесіздер, біздің елімізде балалар әдебиет жылы болып жарияланды. Осыған орай қазір Қазақстандағы оқырман ұрпақ деген акция өтіп жатыр. Сол акцияға біздің үйдің батырлары Дастан мен Димашта қатысып жатыр. Өздерінің оқып жатқан кітаптар жайында замандастарымен бөліссем дейді. Мен Дәурен Қуаттың «Бөр соқпақ» кітабын оқып бастадым. Оның ішінде «Мүйізтарақ» әңгімесін бітірдім. Маған Дәурен Қуаттың жазу стилі қатты ұнады. Мен бұрында бұндай әңгімелерді оқымағанмын. Мысалға, ол «Мүйізтарақ» әңгімесінде бір ауыр тағдыры бар Хиуананың өмірін бір кішкентай әңгімеге сыйғызып жіберді. Дәурен Қуаттың әңгімесін бірден оқығанда түсіну қиын. Өйткені оның мағынасы өте тереңде жатыр. Сондықтан мен бір рет емес, тағы да бір рет қайталап оқуға кеңес беремін. Мен Агата Кристидің «Ғайып болған миллион» кітабын оқып бастадым. Бұл кітаптың ішінде көптеген әңгімелер жинағы бар. Бәрі өте қызық. Бірақ мен «Ғайып болған миллион» әңгімесін оқып бітірдім. Бұл әңгіменің ішінде мен көптеген кейіпкерлермен таныстым. Соның ішіндегі ең қатты ұнағаны маған Пуаро мырза. Пуаро мырзаның IQ-і өте жоғары, логикасы қатты істейді. Полиция инспекторы шеше алмаған мәселені ол демде шешіп тастады. Бұл әңгіменің басты идеясы, біз қылмыскерлерді тек қана астыдан іздейміз. Бірақ қылмыскерлердің көбісі жоғары лауазымдағы адамдардың ішінде болады. Мен бұл әңгімені оқып, Нью-Йоркке кемемен жүзіп бардым. Бұл әңгіменің жанры детектив. Сіздерге де оқуға кеңес беремін. Өте қызық кітап.